есімі келіғазы. Абай есімінің мағынасы әртүрлі. Абайлағыш, байқағыш, ойшыл деп түсінік бар. Бұл есім қазір халық арасында жиі қойылады. Ағабек, Ағабек. Көне түркі тілінен алынған аға және бек. Жа жағынан немесе лауазым жағынан үлкен, жоғары бек. Айбын, Айбын. Мағынасы айбар, айбат, батылдық. Айтуар, Айтуар. Қазақ ай және туар сөздері арқылы жасалған есім. Балаға бақыт, ырыс тілеуге байланысты қойылып отырған есім екен. Аңсар, сағынатын, зарығатын деген мағынаны білдіреді екен. Келесі есім бағлан, бағлан, бағлан. Қазақ тілінен ерте туып, жетілген қозы, ауыспалы мағына жайнаған жаз. Байбол, байбол. Бала ауқатты, бай болсын деген тілекпен қойылған есім. Келесі Бекайдар, Бекайдар, Бекайдар. Қазақтың сөздерден бек, мықты, күшті және де айдар балалардың төбесіне қойылатын бір шөк жар деген мағынаны білдіреді екен. Бек сұлтан, бек сұлтан. Қазақ тілінен алынған сұлтан, билеуші, әкім. Бұл есімнің синонимі сұлтанбек. Біржан, Біржан, Біржан. Атақты Біржан Салдың құрметіне жиі қойылатын есім. Мағынасы жалғыз, жалқы туған адам. Досжан, Досжан, Досжан. Адал, таза адам. Досжан. Елжас, Елжас.
жолдас. Елдің үмітін ақтайтын жас деген мағынаны білдіреді. Ербол, бала батыр, өжет болсын деген тілекпен қойылған есім екен. Ербол. Ержан, Ержан. Батыл, өжет адам, батыр кісі, Ержан. Келесі есім Жаңабай, Жаңабай. Жаңабай дүниеге жаңа келген бала. Жігер, жігер. Қажыр, қайрат, күш, қуат, ынта, талап, ерік. Бұның барлығы осы жігер есімі туралы. Жолдасбек, Жолдасбек. Бектің, Бекзаданың жолдасы, жолдастыққа берік, мықты, тұрақты деген мағынаны білдіреді. Қандай есімдерді айтсақ екен? Құсайын, Құсайын, Құсайын. Араб тілінен алынған Хусейн, Хусни сөзінің өзгерген түрі. Әдемі, әсем, кең көркем, қайырымды іс, жақсылық деген мағынаны білдіреді. Мақсат, мақсат, мақсат. Араб тілінен арман, тілек, тілеп күтіп түрлері мақсұт, мақсұтбай деген есімдер бар екен. Мансұр, Мансұр, Мансұр. Араб тілінен жеңімпаз, жеңіске жетуші, құдіретті. Марат, Марат. Француз халқынан келген есім. Француз буржуазиялық революциясы
шиет